Сәлем достар, бүгін біз покердом сайтына шолу жасаймыз. Бүкіл сайтты көріп, ішінде не бар, қандай ойындар бар, соның бәрін бірге көріп отырайық достар. Ал қазір экранда QR код шығады. Осы QR кодты камераңызбен сканировать етіп өтсеңіз, дәл осы сәтте сайтқа өтуге болады. Оған қоса видеоны астында сілтеме қалдырамыз. Осы сілтемені бассаңыз, тағы да осылай покердомға өтуге болады. Оған қоса мен сізге сыйлық жасағым келеді, сондықтан сіздерге промокод сыйлаймын. Осы промокодты покердом сайтына жазсаңыз, сізге бонус түседі. Ғажап, иә? Енді достар, сайттың өзін көрейік. Мысалы, топ деген мына жерде новый, рекомендованный, лайв дилер деген әртүрлі вкладкалар бар, иә? Оны басып көрейік. Міне топты бассақ, бұл жерде ең түсінікті, бұл жерде ең қызық, көпшілікке ұнайтын ойындар болады, да? Мысалы, Multifly, Lord of the Seas деген. Бұл жерде енді қызығы суреттері әдемі, да, анимациясына қарасаңдар өте бәрі ғажап күшті болып көрініп тұр, прям өзім көзім қызығып жатыр дәл қазір. Жарайды, новыйға бассақ, жаңа ойындар шығады. Жаңа ойындар, жаңа сюжеттер, жаңа слоттар мысалы, да. И осы новыйды бассаңыз, мүмкін сіз бір ойынды табасыз, и ол ойын сізге прям соншама ұнап қалады, что сіз күніге ойнап жүресіз деп. Осындай мүмкіндік бар, да. Енді рекомендованный бассақ, бұл жерде біздер сияқты ойыншыларға ұнайтын ойындар шығады. Лайв дилері деген бар. Лайв дилері бұл жерде мысалы сізге осы крупье, түрі адам крупье керек болса, бұл жерде прямой эфир, трансляция болады. Прям өзіңіз нағыз Лас-Вегаста отырған адам болып сезінесіз негізі. Өте қызық, азарт, прям негізі. Мен өзім Monopoly Life дегенді ойнаймын кейбір кезде. Так, хорошо. Слоты дегенді бассақ, бұл жерде бәрімізге ұнайтын слоттар бар. Egypt Fire, Power Storm, өте қызық. Енді сіздер өздеріңіз білесіздер, слоты деген это нағыз казино, бұл жерде әртүрлі сюжеттер бар. Клеопатра болсын, да, там жоқ пират болғыңыз келе ме, енді өзіңіз таңдайсыз, да. Болмаса мүмкін сіз Қытайдағы кунг-фу мастер болғыңыз келсеңіз де, осының бәрі осы слот жақтарда бар. Быстрые игры деген енді түсінікті жылдам ойындар, иә? Бұл жерде тез ойнап, тез ақшаны көтеріп куш жасауға ойнайтын ойындар ғой бұл жерде. Мысалы, авиатор деген бұл ойынды бүкіл әлем біледі. Айтпақшы краш игра деген бар. Осы мен де көріп тұрмын, көпсілер ойнап жатыр. Осы ойында быстрые игры деп аталады. Осы вкладкаға жатады. Столы дегенді бассақ, столы бұл енді картамен ойнайтын ойындар, мысалы покер, блэкджек. Мен өзім мысалы покер дегенді жақсы көремін. Білмей, маған ұнайды осы адамдармен отырып, қолымда түк болмаса да, ешқандай корольді, ешқандай комбинация болмаса да, өзінше болып отырып, андай как будто андай бүкіл all in қойып ойнайтын мен өзім жақсы көремін. Өмірде де ойнауға, кейбір кезде, и осы жерде де ойнауға маған ұнайды. Жарайды, скретч карты деген бар. Ой, қараңыз, мына жерде сразу лепрекон шығып тұр, қарап бізге. Қасқыр бар. Жарайды, қараңыз, контакты деген. Контакты это мысалы сізде сайт туралы болмаса, ойын жайлы сұрақтарыңыз болса, сіз мысалы FAQ-ға кірдіңіз, ол жақта сіздің сұрағыңыз жоқ, жауап жоқ болса, сіз напрямую тура үстіп жазсаңыз болады. Қараңыз, мына жерде жасыл задать, вопрос деп жазылып тұр, да. Осы вкладканы бассаңыз, сізде 3 вариант шығады, қараңыз. Онлайн чат, телеграм, отзывы. Онлайн чатты басып көрейік, не болады екен? Бұл жерде помощник покердом деп шығады. То есть, осы көмекші сіздің, да? Сіз бұл жерге сәлем, қалайсың, кеттік қыдырайық деп па, жоқ, әрине, қаңғырмаймыз ба деп жазбаймыз, әрине. Осы жерге сұрақ қойсаңыз, сізге осы көмекші покердом сразу жауап береді, сол уақытта жауап береді, бәрін сізге түсіндіріп береді, көреді, қай жерде не болып тұр, осының бәрін осы жерден сұрауға болмайды. Осының бәрін осы жерден сұрауға болады. Болмаса, мысалы, телеграм деген бар, кейбірлерге телеграмға жазу ыңғайлырақ болады, иә? Сол жерде
осы телеграмда бассаңыз болады. Отзывы деген ол сіз өзіңіздің пікіріңізді жаза аласыз. Мысалы маған осы ойын ұнады, негізі осындай, бірақ мысалы маған осы анимация сәл біртүрлі болып қалды десеңіз да, или болмаса там сөздері көрінбей тұр, шрифті кішкентай деп ойлсаңыз, осы жерге жазуға болады. Ойынды жасайтын адамдар осы Покердом платформасы оқып, олар сіздің пікіріңізді оқып тоже сізге көмектеседі, болмаса сол өзгертеді, өзгерістер енгізеді. Енді платежные методы деген бұл жерде түсінікті, әртүрлі банковский карталар, виза, СПБ, оның бәрін қазір сәл кешірек айтам. Провайдеры деген бұл сіздер ойнап жатқан ойындардың разработчиктері, өте әртүрлі қараңыз. Big Gaming, мен білемін осы Big Gaming деген, мен солар туралы бір нәрсе көргенмін, есімде жоқ, бір қызық нәрсе болған. Жарайды. Енді депозит деген вкладканы басайық. Қараңыз, не шығады бұл жерде? Банковские карты, Билайн, Актив, Теле2, Алтел, Киселл. Бұның бәрі біздің ұялы операторлар, ұялы телефон операторлары бар. Тағы да биткоин, эфириум деген, осы сіздер биткоинмен мысалы төлегіңіз келсе, осы жерге қайсысын таңдағыңыз келсе, лайткоин, қайсысын таңдасаңыз да болады. Өте көп варианттар бар. Бұл, значит, мына қараңыз, мына жерде депозит деп жазған кезде, бұл жерде сіз ақшаны кіргізесіз, енгізесіз өзіңіздің депозитіңізге. Ал выплаты дегенді бассақ, бұл жерде уже сіз ақшаны өзіңізге шығарып алам десеңіз, болды, мысалы, ұтыс жасадыңыз, күшті, зор, бүгін барам, қыдырам десеңіз, осы жерге басып, виза бар, тура дәл солай ғой, қалай енгізуге болады, солай да шығаруға болады. Там биткоин, әртүрлі карталармен, биткоин, веб-мани, қандай кошелек сізде бар, қай жерге шығарғым десеңіз, осы жерден шығаруға болады. Маған өзіме осы Покердомда ұнайтыны, оларда осы дизайнерлер өте күшті, негізі күшті суреттер жасайды, бүйтіп қарасаңыз да, анимированы болғанда қызық, прям қараш, көзін жарқырап маған қарап отыр, кір маған деп. Жарайды. Сондықтан достар, осы Покердом платформасына кіріп, тіркеліп, ойнаңыздар. Әрине, өзіңіз оны қаласаңыз да, бірақ мен ойлаймын, сіз осы видеоны көріп отсаңыз, қалайсыз ау деп өзім палашып отырмын негізі. Солай, өте әдемі, рахат, ойнап осы тіпті Лас-Вегаста отырғандай болып өзімді сезінем кейбір кезде осы жерде. Жарайды достар, үлкен рахмет. Өзіңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, бәріне жауап береміз. Сау болыңыз.